Шортанбай еліне келген соң медреселерде бала оқытып, сауатын ашып, дәріс береді. Қолы қалт еткенде өлең жазады. Жас ақынның өзегін сол кездегі отаршылдықтың кесірінен ел тұрмысының тұралаған зары қатты толғандырады. Қазақы салт дәстүр мен әдет ғұрпы, баба жолын дәріптеу дәйегі Шортанбай жырларының негізгі дәнегі болады. Дін болғаннан кейін ар жағында ақылақ мәселелері, адамгершілік мәселелері тұрады. Сонда отаршылдық келді, қазақтың бұрынғы тұрмысы өзгерді. Бұрынғы ақсүйектердің билігі кетті, қарадан да хан шығатын заман болды. Яғни біздің билік жүйеміз өзгерді. Ол үлкен ауыртпалық қалыпқа келген. Одан кейін сонымен бірге қазақтың жері тартылып алынды. Бұл мотив Зарзаман ақындардың қай-қайсында да бар, қоныстың тарылуы дейтін. Енді баратын жер басатын тауып қалған жоқ қазаққа. Оны олар өте қайғырып жырлады.